Бәріңе сәлем достар, сіздермен мәңгілік футбол арнасы. Біз сіздермен футбол әлемінің соңғы жаңалықтарымен бөлісуге дайынбыз. Дәл ертең Барселона мен Реал арасында Эл Классико өтеді. Бірақ екі команда ойыншылары қақтығысып үлгерді. Ювентус пен ПСЖ трансфер жасауға келісіп жатыр. Ал Челси әлі де Роналдуды сатып алғысы келеді. Осы және өзге де жаңалықтар бүгінгі видеода. Бізге қолдау көрсеткіңіз келсе, лайк басып, каналға тіркелсеңіз жеткілікті. Біз видео шығаруды тоқтатпаймыз. Олай болса, көп созбайық, біз бастаймыз. Манчестер Юнайтед шабуылшысы Криштиану Роналдуды Челси сатып алғысы келіп отыр. Daily Mail басылымының хабарлауынша, Челси басшысы Тодди Бойли Жорже Мендешпен кездесу өткізді. Кездесудің басты тақырыбы Роналдудың трансфері. Коммерциялық ұсыныстарды есепке алсақ, Роналдудың трансфері Челсиге өте тиімді. Бірақ Томас Тухел Роналдудың негізгі құрамда ойнай алатынына сенімсіз. Сонда да Челси Ромео Лукаку кеткеннен кейін әлі де шабуылшы іздеуде. Тимо Вернер негізгі құрамнан шығып қалды. Ал Роналдудың өзі MU-дің ойындарына қатыспай Лиссабонда демалып жатыр. Манчестер Юнайтед кезекті трансферлік мақсатын белгіледі. Әлі Фрэнки де Йонгтың трансферінің аяқталатын түрі жоқ. Сондықтан қызыл сойқандар назарын Мюнхендік Баварияның қорғаушысы Бенджамин Паварға аударды. Немістер Деликті сатып алғаннан кейін французды сатуға дайын. 26 жастағы қорғаушыны Тен Хагтың өзі сатып алғысы келіп отыр. Бавария француз үшін 30 миллион еуро сұрап отыр. Ал Тен Хаг болса MU басшылығын Паварды сатып алуға көндіруге тырысуда. Барселона жартылай қорғаушысы Серхио Бускетс АПЛ-ге ауысуы мүмкін. Марка басылымының хабарлауынша 34 жастағы испандыққа Манчестер Сити қызығып отыр. Пеп Гвардиола Бускетспен телефон арқылы сөйлесіп, өзін сатып алғысы келетіндігін тікелей жеткізген. Бускетс өзінің толықтай футбол мансабын Барселона сапында өткізді. Испандықтың каталондықтармен әлі 1,5 жылға жарамды келісімшарты бар. Журналист Николас Кираның хабарлауынша, Ювентус шабуылшысы Моизе Кин ПСЖ-ға ауысуы мүмкін. Ювентус кейінді ПСЖ жартылай қорғаушысы Леандро Передеспен алмастырғысы келеді. Қарсиньор Паредесті қатарларына көптен бері қосқылары келіп жүрген. Және бұл үшін өз ойыншыларын беруге дайын. Бұған тағы бір себеп Моизе Кин мен Массимилиано Алегридің арасында шешілмеген дау бар. Ертең Барселона мен Реал Мадрид арасында жолдастық кездесу өтеді. Бірақ екі команда ойыншылары ойынға дейін кездесіп үлгерді. AS басылымының хабарлауынша, Лас-Вегастағы Allegiant стадионының алдында екі команда ойыншылары қақтығысып қалған. Барселона ойыншылары жаттығудан шыққан. Ал Реал ойыншылары дәл осы стадионның алдында түскі ас ішу үшін жиналған. Басылымның хабарлауынша, Барселона ойыншысы Жерар Пике Бенземаға қарсы көңіліне тиетін сөздер айтқан. Ал Бенземаның қайтарған жауабы Пикеге қатты ұнамаған болса керек, испандық Бенземаны көкірегінен итеріп жіберген. Бензема жауап қайтарғысы келген, бірақ Реалдың басқа ойыншылары французды тоқтатты. Ары қарай не болғаны әлі белгісіз. Журналист Фабрицио Романоның хабарлауынша, Пикеге тәртіпсіздік танытқаны үшін айыппұл салынуы мүмкін. Достар, бүгінгі жаңалықтар осымен тәмам. Видео ұнаса лайк басып, жаңалықтар жайлы өз ойларыңызды комментте қалдыруды ұмытпайық. Және арнаға тіркеліп жатқандарыңыз үшін көп рахмет. Ал біз қоштаспаймыз, келесі видеода кездескенше аман сау болыңыз.